Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы жаңалықтар: желтоқсанда сағат 8-дегі жағдай бойынша 11 үйдің жылу желілері жөнделуде. Пәтерлерде жылу беруді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жылу жүйесіне қосылуға дайын үйлердің құбырлары мен радиаторлары ауыстырылуда. Сонымен қатар су мен жылу жабдықтар жүйелері жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Еске салайық, 27 қарашада Екібастұз электр орталығында апат болып, қала тұрғындары жылусыз қалған еді. Бұған дейін көптеген апаттар болған, оларға бюджет қараған еді.